Баршаңызға қайырлы күн. Мені арнама қош келдіңіздер. Менің есім Ляззат. Бүгін мен сіздерге қарапайым, өте оңай жолмен жасалатын капкейктің рецебімен бөлісетін боламын. Достар, видеоны соңына дейін қараңыздар. Бір жасағанда өте әдемі болып шығатын капкейкті сіздер де жасап көріңіздер. 3 жұмыртқаны ағарғанша қант қосып араластыратын боламыз. Қантты бірден қосып жібермей, бөліп қосыңыздар. Осылайша біздің жұмыртқанымыз ақ көбік болып ағаруы керек. Одан соң жылы сүт және де сұйық май қосатын боламыз. Ендігі кезекте қосқыш пен ұнды жақсылап араластырып, бөлікке бөле отырып қосып араластыратын боламыз. Достар, егер де сіздер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, онда менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Және де қоңыраушаны міндетті түрде басыңыздар. Менің каналымда өте оңай, қарапайым ғана рецепттер сіздерге бірінші болып көрініп тұратын болады. Дәл осылайша араластыра отырып, орташа сұйықтықта қамырымыз дайын болады. Одан соң біз арнайы кекстің ыдысына барлығын орташа бөлікте, яғни ыдыстың жартысына дейін ғана құятын боламыз. Өте толтырып құйып жібермеңіздер. Біздің қамырымыз көтерілген кезде сыртына шығып кетуі мүмкін. Осылай жартылайша құятын болсаңыздар, өте әдемі болып шығады. Мінекей достар, біздің кексіміз, яғни капкейгіміз дайын болды. Енді кремін дайындап өрнектейтін боламыз, әсемдейтін боламыз. Мінекей мен бұрынғы каналымда бар рецепт бойынша, яғни қант ұнтағы, сливки, творожный сыр барлығын жақсылап араластырып, осылайша крем дайындадым. Енді оны капкейкке әсемдейтін боламыз. Дәл осылайша әсемдедім. Өте оңай әдіс, сондықтан да сіздерде егер де осылай әсемдесеңіздер болады. Менің ойымша әдемі шықты деген ойдамын. Енді мен оның бетін черешнямен әсемдедім. Егер сіздің қолыңызда не бар, өзіңізге ыңғайлы жемшелікпен әсемдесеңіздер болады. Капкейктің жарты бөлігін шоколадты тәттілермен әсемдедім. Қазіргі таңдағы әрбір шаңырақта, тойда, туған күндерде дастарханның көркін ашатын осы капкейктің түрлерін сіздер де үйде дайындап көрсеңіздер болады. Осылайша тез арада біз бірнеше капкейк дайындап шықтық. Әдемі болып шықты. Өте жұмсақ, өте дәмді. Мінекей достар, біздің осылай әдемі капкейктеріміз дайын. Сіздермен болған Ляззат.